Сені шынайы сүйетін, жақсы көретін, құрметтейтін бір ғана адам бар. Ол сенің анаң емес, әкең емес, қарындасың емес, тіпті бала-шағаң емес. Ол сенің жаныңдағы жан-жарың. Анаң, әкең сені жақсы көреді, сүйеді, сен олардың баласы болғаның үшін. Қарындасың жақсы көреді, сен оның ағасы болғаның үшін. Бала-шағаң жақсы көреді, сен оның әкесі болғаның үшін. Ал әйеліңе сенің ешқандай туысқандық қарым-қатынасың жоқ. Бірақ ол сені қалай барсың, солай жақсы көреді, құрметтейді, сүйеді. Сондықтан именно сол адамды өмір бойы алақаныңда аялап өту сенің міндетің.